Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Шығарылымдарды қолдау мақсатында видеоға лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Тасбақаны өлтірме. Ғайса пайғамбардың анасы Бибі Мәриям Құдайға құлшылық етіп үңгірде жатады. Нәр татпайды, су ішпейді. Жалғыз қылтанақ шөпті тістеп, соның нәрін сорып жата береді. Мәриямның тақуалығына риза болып, Тәңірі шөптің бойына құнарлы азық пен бал татыған су бітіреді. Мың дерттің шипасын береді. Мәриям суық үңгірде жатса да ауырмайды. Кейіннен ол шөп Мәриям шөбі деп аталыпты. Бірақ ол ілуде біреудің ғана көзіне шалынады екен. Оның қасиетін білген тасбақа аузына көлденең тістеп ұзақ күндік сапарларды шаршамай талмай жүріп өтеді. Әрі қарны да ашпайды, шөл далада да сусап өлмейді. Тасбақаның ұзақ жасайтынның сыры да осы шөптің қасиетінде екен. Пайғамбар анасына жәрдемдескені үшін қазақтар оны нақақтан нақақ өлтіруге тыйым салған. Тасбақаға тиіссе, Мәриям анамыздың наласы ұрады деп сенген. Бал арасының ұясын бұзба. Аюб пайғамбар өте сабырлы болыпты. Ұлық Құдай періштелерге: «Аюб менің ең сабырлы құлым» деп мақтанады. Бұл мақтауды естісе, Ібілістің жыны келеді екен. Ол Аюбтың сабырын түгеспек болады. Оны жоқтықпен, байлықпен, мансаппен азғырады. Шайтанның бұл айласы Аюбқа әсер етпепті. Тіпті әйелін арбап, отбасы мен достарының арасына да от салады. Аюб сонда да сыр бермепті. Ібіліс күніне 1000 түрлі бәле шақырса да, Аюб тағат жасап отыра береді екен. Ібіліс оған: «Аюб, сенің балаң өлді» дейді. Құдай өзі берді, өзі алды. Ешкім мәңгі тірі жүрмейді. Өзекті жанға бір өлім дейді. Малыңды жұталды дейді. Мал бір жұттық, батыр бір оқтық деген. Тәңірісі берген алса да, енді берерін алмасын депті. Енді нешіп жейсің дейді Ібіліс. Аштан өлгеннің моласы жоқ, малға таласып өлгеннің моласы көп дейді. Ал патша сені өлтіремін деді, қаш дейді Ібіліс. Ажал ақымақ үшін алтау, ақылды үшін біреу дейді. Бүйте берсең жалғыз қаласың дейді Ібіліс. Қабірде барлық адам жалғыз жатады дейді Аюб пайғамбар. Төзімі таусылған Ібіліс оның бетінен шапалақпен тартып жібереді. Сайтанның қолы тиген жерге жара шығыпты. Оған шыбын үймелеп құрттар қаптайды. Жара жайылып, пайғамбардың бүкіл денесін ірің басады. Ел жұрты, бала шағасы Аюб алапес болды деп шошиды. Ібіліс оларға: «Алапес жұқпалы ауру, оны жыраққа шығарып тастаңдар» деп ақыл айтады. Шаһар жұрты бір ауыздан келісіп, оны елден қуады. Жан жары Рахима ғана оған адал болып қасында қалады. Ауруы онан сайын меңдеп, құрттар Аюбтың етін жеп таусуға айналады. Бірақ оның жүрегі мен тілі бір сәт тоқтамастан Тәңірге мақтау айтып, жаратушыны ұлықтап жата беріпті. Денесінен түскен құрт болса, оны жерден алып, «Құдай саған менің етімді ризық етіпті, несібеңнен айырылма» деп құртты жарасына қайта салады екен. Аюбтың сабырлығын көріп сайтандар түңіледі. Олар Ібіліске келіп: «Біз Аюбты жеңе алмадық, сыры неде?» деп сұрайды. Сонда Ібіліс: «Оның тілі мен жүрегі Тәңірді еске алып, рухы нұрланып тұр. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне сал. Алланың есімінен қуат алу тоқтағанда сабыры сынады» деп ақыл береді. Сайтандар солай істейді. Бір құртты тіліне, бір құртты жүрегіне салады. Сол кезде ғана Аюб Тәңірге арыз қылады: «Уа жасаған ием, саған зікір айтып, есімдеріңнен қуат алатын едім. Мына екі құрт түбіме жетеді. Уа Тәңірім, пәрмен өзіңнен болсын» дейді. Сонда Алла: «Әй Аюб, сынақ сағаты бітті. Өкшеңмен жерді теп» дейді. Аюб жерді тепкенде жер жарылып су шығыпты. Су сарқырап арыққа айналыпты. Тәңірі: «Суға шомыл» деп әмір береді. Аюб 40 күн суға шомылғанда жарасы жазылып, тәні ширайды. Құрттар тегіс қырылып, екі құрт қана тірі қалады. Аюб пайғамбар:
Уа жаратқан, мына екеуі өлмеді ғой дейді. Алла сонда: тіл мен жүрекке түскен құрттар ғой, оларға менің көркем есімдерімнің шарапаты жұқты. Олардың мәртебесі бір бөлек. Зікірдің шарапатынан оларды саған жәрдемші етемін. Бірі бал арасына айналады, екіншісі сүлік болып суда қалсын. Бал арасының уы да, балы да шипа. Сүлік аурудың арам қанын сорады дейді. Сол мезетте құрттардың бірі сүлікке, бірі бал арасына айналады. Бал арасы пейіштің бұлағынан шыққандықтан қасиетті жәндіктердің біріне айналған екен. Құран кәрімнің бір Нахл сүресі бал арасының атымен аталады. Сондықтан да бал арасының ұясын бұзуға, оған себепсіз тиісуге болмайды екен. Жауын қыртқа тиіспе. Сүлеймен Саба елінің патшасы Белхисқа үйленгісі келіп, елші жібереді. Ол елшілерге жақы тастар беріп, Сүлейменнің пайғамбар екені рас болса, мына тастарды қол тигізбей тесін, перінің де, диюдің да саусағын тигізбей жіптен өткісін. Сосын алдыма келсін. Сонда ғана жаратушыға иман келтіріп, адал жары болуға келісім беремін депті. Сүлеймен қалай істерін білмей ойланып тұрады. Сол кезде ұлы Құдай оған 2 құртты көмекке жіберіпті. Бір құрт жақытты кеулеп теседі, екіншісі оған жіп өткізіп, пайғамбарды тығырықтан шығарған екен. Сүлеймен оларға риза болып, не тілейсіңдер дейді. Олар болса, Тәңірдің орынбасары, адам ұрпағына игілікті қызмет еткіміз келеді. Бізге жер бетінен жай бер дейді. Қалауларың болсын деп Сүлеймен дұға жасайды. Сол сәтте бір құрт жібек құртына айналады. Ол тек тот ағашын қорек етіп, жібек жібін өндіреді. Адам ұрпағы содан бастап жібектен киім киіп, сән салтанаты арта түседі. Жібек киімге беттер түспейді екен. Жібек көйлек тазалықтың кепілі болыпты. Екінші құрт жауын құртқа айналады. Ол қатты топырақ жеп, жерді қопсытып, құнар береді. Адамдардың бау-бақшасы осының арқасында тез гүлденетін болыпты. Жауын құрт адамның игілігіне қызмет еткендіктен, оған тиісуге болмайды деген тыйым шыққан екен. Өрмекшінің торын бұзба. Қазақ ұғымында өрмекші уытсыз өрмек тоқитын ұсақ жыбырлақ жәндіктер қатарына жатады. Қазақтар өрмекшіде қасиет бар деп ұғады. Егер үйде отырғанда төбесіне өрмекші түссе, басыма бақ қонады деп қуанады. Жолым ашылады деп сенеді. Пайғамбарымызға қатысты бір діни әңгімеде өрмекшінің қасиеті туралы былай делінген. Пайғамбарымызды ислам дінін уағыздадың деп қаскүнемдер өлтірмекші болып қуғанда, ол тауға барып бір үңгірге тығылады. Алла елшісіне жақтасқан өрмекші сол заматта өрмек тоқып үлгереді. Іс кесушілер де үңгірдің аузына жетіп келеді. Қараса, өрмекшінің торы бұзылмапты. Залымдар іште ешкім жоқ деп ұйғарып кетіп қалады. Құйта қандай жәндіктің себебінен асыл пайғамбар аман қалады. Содан бастап өрмекшінің торын бұзуға тыйым салыпты. Өрмекшінің адамзатқа тигізген тағы бір пайдасы Шиш пайғамбармен байланысты. Шиш пайғамбар жүн иіріп, одан киім тоқып кигісі келеді. Бірақ жіпті ергенмен киім тоқуға өнері жетпейді. Төзімі таусылғаннан соң мезі болып қолындағы жіпті шимайлап лақтырып жібереді. Ол: «Уа Тәңірім, маған киім тоқуды үйрет» деп жалбарынады. Жаббар хақ жіпті өрмекшіге айналдырады. Ол ағашқа өрмелеп шығып өрмек тоқиды. Шиш пайғамбар оның әрекетіне қарап, киім тоқуды үйреніп алады. Сондықтан да оның өрмегін жөнсіз бұзуға болмайды. Өрмегін бұзуға тура келсе, бисмилля деп барып бұзу керек екен. Қасиетті Құранның бір Анкабут сүресі өрмекшінің атымен аталады. Торғайға тиіспе. Ертеде құстың тілін түсінетін Ділмаран деген кісі болыпты. Бірде ол торғайдың жанұшыра шықылықтаған дауысын естиді. Жетіп барса, 2 жүгермек торғайдың жұмыртқасын жарып жатыр екен. Төбесінде ұшып жүрген торғай: «Торғай деген атым бар, бір жапырақ етім бар. Жұмыртқамды шаққандар, әкең жауға кетсін де,
шешең өліп жетім қалды деп қарғайды екен. Ділмаран балаларды жетектеп әке шешелеріне апарады да торғайдың қарғысы жайлы айтып береді. Құстың да қарғысы бар. Торғайдың наласы жетсе, үйлеріңе қаза жетеді. Ұлдарың балалық қылыпты. 7 желпек пісіріп садақа таратыңдар. Налада қарғыс та сонымен кетсін дейді. Балалардың әке шешесі Ділмараның айтқанын істеп 7 желпек таратады. Ешкімді қырсық шалып бәле қақпапты. Осылайша бір қауіптен аман қалған екен. Ал Ділмаран ел арасында құсқа тиіспеңдер деп насихат жүргізіпті. Екінші бір аңызда торғай өлтірмеу туралы тыйым былай баяндалады. Ертеде Мекке шаһарында жау торғай мен шымшықты жұрттың бәрі жек көріпті. Оларға тіпті бала шағаға дейін тас атқылап күн көрсетпепті. Бір жылдары Арабияда қуаңшылық болады. Жұрт егістікті торғайдан қорғап, көрген жерде оларды қуалап өлтіреді. Бірде аяғы жаралы бір шымшық балалардан қашып келіп, Фатима анамыздың қойнына тығылыпты. Құсқа жаны ашыған Фатима анамыз оны үйіне әкеліп жарасын жасады. Шымшық үйінің шатырына ұя салады. Фатима қайда барса да жанынан қалмапты. Халық оны Бибі Фатиманың шымшығы деп атап кетеді. Оған тиіспепті. Осыдан кейін халықтың торғайға аянышы оянып, оларды өлтіруді обал санайтын болыпты. Қарлығашқа тиіспе. Діни аңыздарда қарлығаш 3 пайғамбардың батасын алған делінеді. Өзін құдай санаған Намрұд патша Ибрахим пайғамбарды отқа өртеуге әмір береді. Нөкерлер орманнан 30 арба отын жинайды. Есекті арбаға жегіп айдағанда ол жығылып жатып қалады. Сосын арбаға атты жегеді. Ол да қозғалмайды. Болмағасын түйені әкеледі. Ол шөгіп тұрмай қояды. Өгізді жекпек болғанда ол нөкерлерді сүзіп маңына жолатпайды. Кезек қашырға келгенде ол арбаны қуана-қуана тарта жөнеледі. Ибрахим қашырға нала болады. Жау жағына өткен үшін Хақ тағала қашырды ұрпақсыз қалдырыпты. От тұтанып, жалын көкке жеткенде Жебірейіл келіп, «Ей Ибрахим, не көмек сұрайсың? Қызметіңе әзірмін» дейді. Сонда пайғамбар, «Тәрбие етуші бір Алла маған жетерлік» дейді. Осы сөзді айтқан кезде Тәңірі отқа, «От, досымды саламат сақта, еш жері күймесін, жатқан жерін гүлзар қыл» деп бұйырады. Сонда оттың іші Ибрахим үшін салқын саябаққа айналып сала беріпті. Осы оқиға кезінде қарлығаш Құдай досына болысып, қанатымен су себеді. Қарлығаштың ниетін көріп пайғамбар риза болған екен. Келесі бір аңызда қарлығаш адамзатты жыланнан құтқарады делінеді. Кеме қазғұртқа тоқтағаннан соң жылан Нұх пайғамбарға келіп, «Кеменің тышқан тескен тесігін құйрығымен бітедім. Сол кезде дүниедегі қаны ең тәтті мақұлықты қорегің етемін» деп уәде бергенсің. Уәдеңді қазір орында дейді. Пайғамбар келіседі. Бірақ ненің тәтті екенін қалай білемін дейді. Масаны жұмсайық, сол тауып келсін, қан соратын сол ғой дейді жылан. Пайғамбар масаны жұмсайды. Маса бар мақұлықтың қанын сорып көреді. Ең тәтті қан адамның қаны екен. Іздеген тауып кері қайтады. Жолда қарлығаш, «Ей маса, қайда асықтың» дейді. «Ең тәтті қанды таптым, соны жыланға айтпаққа асықпын» дейді. «Иә, кімнің қаны тәтті екен?» деп сұрайды қарлығаш. «Адам баласының» деп жауап береді маса. «Маған да дәмін татқыз, байқап көрейін» деп өтінеді. Мақұл деп маса тілін шығарғанда қарлығаш тілін жұлып алады. Тілінен айырылған маса ызыңдап Нұх пен жыланға келеді. «Тәтті қанды таптың ба?» дейді пайғамбар. Маса ызыңдап тұра береді. Ешкім тілін түсініп болмайды. Сол кезде қарлығаш келіп, «Маса маған кездескенде құрбақаның қаны тәтті деген. Бұл соны жеткізе алмай тұр» дейді. Жылан бір қулықтың болған іштей сезеді де қарлығашқа, «Маса неге сөйлемейді? Оған не болды?» деп сұрайды. Бақа қанының тәттілігі сондай, маса қомағайлықпен өзінің тілін жұтып қойған дейді қарлығаш. Пайғамбар уақыты созбай, «Жылан,
сенің қорегің құрбақа болсын деп дұға жасайды. Сол кезде жылан ызаланып қарлығашқа тап береді. Ол жалт береді. Құйрығы жыланның аузында кетеді. Содан бастап қарлығаштың құйрығы айры болып қалыпты. Нұқтың дұғасы қабыл болып, жылан бақаны азық етіпті. Нұх пайғамбар қарлығашқа риза болып, ұрпағымды жыланның аузынан сақтадың. Бұдан былай көктемнің жаршысы бол, мамыражай мезгіл сенімен бірге келсін деп бата берген екен. Ел аузында сақталған тағы бір аңызда қарлығаш туралы Сүлеймен пайғамбарға жәрдем беріпті делінеді. Сүлеймен пайғамбар жүзігінен айырылып, бір күнде диуанаға айналыпты. Бір күні жолда келе жатқанда оны бір топ маса талайды. Кезінде Сүлеймен халықтың қанын ішкен бір мыстан кемпірді өлтіріп, өртеп, күлін суға шашқан екен. Оның күлінен маса пайда болыпты. Масадан қашып Сүлеймен бір ағашты паналайды. Сол сәтте қарлығаш көмекке келіп, оған араша түсіп, масаларды қуады. Сүлейменге су тасып шөлін қандырады. Қанатымен желпіп, самал жел тұрғызыпты. Қарлығаштың пайғамбарға жасаған жақсылығы үшін ел оны қадір тұтыпты. Құранның піл сүресінде баяндалатын Абабил деген құсты қарлығаш екен дегенде деректер бар. 570 жылы Йеменнің патшасы Абраха Меккені қоршайды. Сол кезде көктен қарлығаштар келіп, жауға тас жаудырыпты. Тастан шошынған пілдер өз әскерін таптап, Абраха шығынға ұшырайды. Бұл кезде Әзіреті Мұхаммед пайғамбар ана құрсағында жатыр екен. Пайғамбардың шарапатынан Мекке аман қалады. Халық қарлығашты қадірлеп, қасиетті құстардың қатарына қосқан екен. Оның ұясын бұзбайды, өзіне тиіспейді. Қарлығаш босағаға ұя салса, құт береке келеді деп сенеді.